Бүгінгі күнде құрылыс алаңында ең маңыздысы адамдар мен жұмыс нәтижесі. Құрылыс алаңы аумақты да үлкен болуы мүмкін. Сондықтан мұнда жұмыс атқарып жүрген әрбір адам өзінің міндетін түсіне білуі керек. Қауіпсіздік ол бетон құйғандай, кірпіш қалағандай жұмыстың маңызды бір бөлігі. Оған көңіл бөлмеу мүмкін емес. Құрылыс аумағының бастығы өз жұмына үлгі болуы керек. Өйткені мен үшін ұжымның қауіпсіздігі бос сөз емес. Бірақ әрбір адам өз қауіпсіздігіне көңіл бөлмесе, ешқандай ереже жұмыс жасамайды. Жұмыс орындағы қауіпсіздік әдетке айлануы тиіс. Күнделікті, міндетті түрде ешбір ерекшеліксіз